Сәлем достар, біз бүгін қайнатпалы крем жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаға 100-150 граммдай қоссаңыздар болады. Шекер қосып араластырып жібереміз. Оның көпіршігі шыққанша араластырамыз. Қанттың ешқандай түйіршігі қалмау керек. Яғни екеуі араласып, көпіршік ақ түске ену керек. Осылай жақсылап тұрып араластырып алуымыз керек. Оның негізгі массасына қосу үшін басқа этабында осы екеуін жақсылап араластыруымыз қажет. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Өте 2-3 минуттай уақыт кетуі мүмкін араласуына. Одан кейін 2 ас қасық крахмал саламыз. Менде кукурузный крахмал болмағаннан кейін мен картофельді крахмалды қосып араластырған болатын. Бұны да жақсылап араластырамыз. Оның ешқандай артық дәмі қалмау үшін бұл да еріп араласу керек. Барлық ингредиенттермен қосылып араласуы қажет. Міне осылай араластырып шығамыз. Оны венчикпен араластырған негізінде дұрысырақ миксерге қарағанда. Өйткені миксер тым қатты көпіршітіп жіберу мүмкін. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Оның араласқаны өзі түріне қарасақ та белгілі болып, өзі әдемі түске енетін болады. Одан кейін біз ұн саламыз. Ұнды мен електен өткізіп алдым. 4 ас қасық ұнды салдым. Осылай сөйтіп венчикпен араластырдым. Ол араластырған кезде де ұнды бәрін қосып салып жіберсеңіздер де болады. Бұл жерде бір-біреуден салып отырудың да қажеті жоқ. Себебі барлығы еритін болады. Барлығы газге қыздырылып пісірілетін болады. Міне осындай болып шықтым. Және өзі де түрі де кремге ұқсап тұр. Қазір біз 800 граммдай сүтті құятын боламыз. Сүт менде піспеген, оны пісіру үшін де құятын боламыз. Сүтті бәрін бірден салып тастаудың қажеті жоқ. Ол жерде бөлік-бөлікке салып, араластырып отырып, салып отқаным дұрыс болады. Мен бірінші бөлігін салып алып, одан кейін жақсылап араластырдым. Венчикпен оның барлығы бір-біріне араласу үшін де, өзімізге оңай болу үшін де осылай бөлік-бөлікке қосып араластырдым. Міне осылай менде 3-4 прием, яғни 3-4 бөлікке бөліп қосқан болатынмын. Яғни бір баклажканың 800 граммын, 1 литрдің 800 граммын қостым. Осылай араластырып шықтым бәрін. Сосын біз газге қойып, қазір бұны жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Ондағы оттың температурасы, яғни от қатты болмау керек, және де ол кішкентай болу керек. Негізінен аз қызуда тұрған от дұрысырақ болады. Себебі тым қатты қызып тұрса бізде асты күйіп кетуі мүмкін, ал астының күйгенін біз байқамай қалуымыз да мүмкін. Сол үшін жақсылап тұрып соны қадағалауымыз қажет. Мына жерде мен сүттің барлығын салып қойған болатымын. Міне менде араласып жатыр. Негізі бұл өте оңай крем, қайнатпалы крем. Көптеген торттармен қосып жасай беруге болады. Және де қолжетімді нәрселерден тұрады. Крахмалды да көптеп табуға болады магазиндерден. Міне осындай отта. Сосын мен бұны жақсылап тұрып, осылай араластырып тұрып, қасынан ешқандай кетіп қалмауларыңыз керек. Оны бақылап, тоқтамай араластырып тұруымыз қажет. Барлық жағын бір-біріне араласатындай, бір-бірінің қосылатындай қылып араластырып тұруымыз керек. Дайын болып қалдау деген кезде көп ішейді. Сол кезде осылай сармай салып жібересіздер. Сармайдың температурасы, яғни пайыздығы 72-ден 82%-ға дейін болғаны дұрыс. Сонда ғана пайдалы дәмді сармай болады. Осылай қосып алдым. Менде жайлаудың сарысы болды. Осылай қосып, оны да жақсылап тұрып араластырған болатынмын. Менде кремім дайын болып қалды. Дайын болғаннан кейін кремді суытып қойып қоямыз. Бетін кішкене жауып қойсаңыздар да болады. Ашып қоюдың қажеті жоқ, себебі бетінде жаңағы қатайып қалуы мүмкін, қатпарлар пайда болып кетуі мүмкін. Сол үшін кремді барынша бетін жауып қоюға тырысу керек. Суығаннан кейін барып біз кез келген тортымызға қолдана берсек болады, достар. Сау болыңыздар.